Әріптестер, жаңағы видеом бар ғой, соның жалғасы болып саналады. Қазір біз ProShow программасында видео жасап көреміз. Мінекей осылай ашылады. Мына программаның да сілтемесін бәрін жібереміз сіздерге. Сосын мына жерде создать деген басамыз, продолжить деп басамыз. Теманы таңдаймыз, яғни видеоларыңыздың эффектісі осы жерден таңдайсыздар. Мына жерде әр түрлі бар. Туған күнге арналған, мынаның барлығын енді өздеріңіз эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Мен енді бұнымен бір өзіме қажет кезде осы программаны пайдаланамын. Сосын продолжить басамын. Осындай мінекей терезе шығады ғой. Сосын мынау жоғарыда тұр ғой. Мына ақырын таянсаңыз, мына жерде несі тұрады. Перевод тұрады орысша. Мына добавить фотографии, видео. Яғни мен бұл жерде рабочий столда менде не бар, жаңағы 1-2-3 деген папкам бар ғой. Мына тұр. Сол жердегі мына суреттерді аламын. 1-ден 7-ге дейін. Осыны қоямын қазір. Жаңағы презентациядан суретке айналдырған суреттерім бар ғой, солар. Так, қойдым барлығын. Енді продолжить и посмотреть деген тұр. Көрейік. Интернет нашар болса, загрузка ұзақ болады. Соған да байланысты кейде. Суреттердің несіне де байланысты ғой. Көп сурет болса ұзақ загрузка болады. Және жалғасы. Мен бандикам программаны көп соңғы кездері осылай үзіліп қалатын болшы. Міне осылай ойнайды видео болып. Енді бұны сақтасаңыз, применить и выйти из мастера басасыз, или тағы өңдеп жіберемін дейтін болсаңыз, онда возврат жасаймыз, қайтып мына тақтаға келеміз. Енді бұл жерде мына жерге қараңыздар. Оң жақта music деп тұр ғой, добавить музыку из библиотеки. Мен музыка қоямын жерге, қосқым келіп тұр. Мынаған барайыншы, добавить музыку с компьютера дейді. Яғни мен бағана бір музыка басып алғам. Рабочий столда қойдым мен. Негізі алдын ала бәрін дайындап қою керек, музыканы бәрін. Музыка жүктелді қазір. Енді продолжить деп просмотреть деп тұр, соны басам. Соны көреміз. Мына жерде анимация солардың бәрін қойға болады. Мысалға мына сурет уақытын қойға болады. Ұзақ айналып тұру үшін, немесе тез-тез жүріп кеткен барлығын осы жерде көрсетуге болады. Енді музыканы қойдым. Музыканың дауысы шығып тұр. Негізі бұл запись жасап жатқан кезде ойнамайды. Енді мінекей болды. Қазір осы нұсқасын мен қазір сақтап сіздермен бөлісетін болам. Негізі жасалу жолы осындай. Жерде файл. Сохранить проект шығар.